Менің елім көп ұлтты Қазақстан. Қанша ұлттың баласы бір арадан туғандай тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Мирзаева Забида Абдиевна Гродикова орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Күрді тілінде бесік жырын естіп өссем, қазақ тілінде сауат ашып әлем таныдым. Мен өте бақытты әрі рухани бай адаммын. Екі халықтың мәдениетін, салтын, ырымын салыстырып танып келемін. Кішігірім қазақи ауылда өсіп, қазақ тіліне деген сүйіспеншілігім қазақ тілі маманы таңдауға себеп болды. Барлық ұлттарды біріктіретіні қазақ тілі. Жаһандану кеңістігінде мемлекеттің болмысын, ерекшелігін танытатын ұлт тілі қазақ тілі. Тәуелсіз елдің ертеңі өскелең жас ұрпақта. Мен тәрбиелеп келе жатқан жас ұрпақтың бойына тәрбиенің бес көзі тілін, салт дәстүр, әдет ғұрпын, тарихын, дінін қадірлей білуге, қалыптастыруға баулимын. Бұл тәрбиенің ең басты міндеті. Қазіргі заманда жастарға елдің жетістігін дәріптеп, ел үшін еңбек етудің маңызы түсіндіре отырып, елін, жерін, тілін қорғауға деген патриоттық сезімін ояту керек. Рухы асқақ, іргелі берік ел боламыз десек, ең бастысы ұрпақ тәрбиесі мен біліміне назар аударғанымыз жөн.